Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Румпельштильцхен. Бұрынғы өткен заманда орман шетінде кіші бір патшалық болыпты. Айтуынша орманда бір жауыз біреу жасырынған екен. Бірақ бұл әділ патша барда халыққа уайым емес еді. Сол патшалықта диірменші қызымен тұратын еді. Ол қыз өте сұлу болды. Диірменші көп сөйлейтін, сөзінде өтірік қосып айтатын еді. Ол халықты көп алдағандықтан халықтың оның үстінен патшалыққа шағымданады. Патша оны сарайға шақырып жазаламақ болады. «О, менің патшам, сізді көргенім үшін қуанып тұрмын. Мен туралы ештеңе білмейтін шығарсыз. Сізге қызыммен қалай жасап жатқанымызды айтып берейін» дейді диірменші. «Менің қызым әлемдегі ең әдемі қыз. Оның қолынан келмейтіні жоқ. Тіпті шөптерді де алтынға айналдырып жібереді». «Жақсы, өте тамсанып тұрмын. Өнері жақсы екен. Қызың сондай өнерлі болса, ертең қызыңды алып кел, мен оны байқап көрейін» дейді патша. «Әрине, айтқаныңыз болсын» дейді диірменші. Үйіне келіп, болған жағдайды қызына айтып береді. Қызы ренжіп, «Мен сізге айтып едім ғой, сіздің өтірігіңіз түбімізге жететін болды» дейді. Диірменші ұялып жерге қарайды. Ертеңіне олар бірге патшалық алдына барады. «О, сәлем диірменші, және оның қызы. Әкең өтірік айтпапты, сен өте сұлу екенсің. Енді шөпті алтынға айналдырып кілем тоқып бересің, жүріңдер» дейді. Патша өзі оларды бір бөлмеге алып барады. Ол жерде кілем тоқуға арналған барлық заттар бар еді. «Жұмысыңды баста, таң атқанша мына шөптерді алтынға айналдырып жіп тоқып бересің. Әйтпесе атаң екеуіңді дарға асамын» дейді патша. Диірменшінің қызы не істеуін білмейді, тағдырын ойлап жылай бастайды. Бір кез жарық пайда болып, кішкентай құбыжық пайда болды. «Қайырлы кеш, диірменшінің қызы, неге жылап отырсың?» дейді. «О, мен мына шөптерді алтынға айналдырып тоқуым керек, мұны қалай істеуімді білмеймін» дейді қыз. «Егер мен саған тоқып берсем, орнына маған не бересің?» дейді құбыжық. «Менің маржан тастарымды ал» дейді қыз. Құбыжық маржан тасты алып, жіп иіріп тоқи бастайды. Шөпті алып 3 рет айналдырып еді, жіп алтынға айналып қалды. Ол шаршамай таң атқанша істей берді. Себет алтын жіпке толды. «Рахмет саған, кішкентай адам, кімсің, есімің кім?» дейді қыз. Құбыжық күліп жоқ болып кетеді. Күн шыққанда патша келді. Алтын жіптерді көріп таң қалды. «О, атаң мені алдады деп ойлап едім. Енді барып демал, кешке көрісеміз» дейді. Диірменшінің қызы патша мені марапаттап, әкем екеумізді үйге жіберсе керек деп ойлайды. Бірақ ашкөз патша оны басқа бөлмеге алып барады. Бұл бөлмеде шөп алдыңғыдан да көп еді. «Егер әкең тірі қалсын десең, мына шөптерді де таң атқанша алтынға айналдырып тоқы» дейді. Қыз не істеуін білмей тағы жылай бастайды. Тағы да жарықтық пайда болып, кешегі құбыжық келеді. «Жылама қыз, мен осы шөптерді тағы да алтынға айналдырып берсем, не бересің?» дейді құбыжық. Қыз не берсем деп ойланып, қолындағы жүзігі есіне түсіп қалады. «Менің жүзігімді беремін». Құбыжық жүзікті алып, жіп иіре бастайды. Таң атқанша ол барлық шөптерді алтынға айналдырып қояды. «Рахмет саған, кішкентай адам, өтініш, есіміңді айт» дейді. Бірақ ол тағы да күліп жоқ болып кетеді. Патша алтындарды көріп өте қуанып кетеді. «Ой, қымбаттым, сен демал, кешке көрісеміз» дейді. Күн батып жатқанда патша қыздың алдына келеді. Оны басқа бөлмеге алып барады. Ол жерде өте көп шөптер үйіліп жатыр еді. «Сен бұл шөптерді де таң атқанша алтынға айналдыруың керек» дейді патша. «Егер бүгін де осыны істесең, мен саған үйленемін» дейді. Қыз жылап тұрғанда сол құбыжық пайда болады. «Саған шөптерді тоқып берсем, маған не бересің?» дейді. «Менің ештеңем қалмады» дейді қыз. Мақұл, тоқып беремін, бірақ шартым бар» дейді. «Патшаның әйелі болған соң, тұңғыш балаңды маған бересің» дейді. Қыз көнеді. Құбыжық түнімен шөптерді тоқып шығады. Жұмысын бітіріп, ол жоқ болып кетеді. Таң атқанда патша келіп көреді. Қуанып, «Қымбаттым, ертең саған үйленемін» дейді.
Диірменшінің сұлу қызы Ханшайым болады. Бір жыл өтіп Ханшайым сәби дүниеге алып келеді. Ол өз уәдесін ұмытады. Күндердің бірінде ол өз бөлмесінде сәбиін алып отырғанда сол құбыжық пайда болады. Ханшайым, сен уәдеңді ұмытып жібердің бе дейді. Жоқ, барлығы есімде, мен баламды өте қатты жақсы көремін, мені аяшы дейді. Мен Ханшайыммын, баламның орнына қалаған сатыңды сұра, бәрін орындаймын дейді Ханшайым. Жоқ, Ханшайым, байлықтардан көрі маған тірі жан ұнайды дейді құбыжық. Кішкентай адам, мені аяшы, өтініш, баламды менен алмашы деп жалынады. Құбыжық ойланып, егер менің есімімді тапсаң, балаңды алмайым, 3 күн мүмкіндік беремін дейді. Рахмет, кішкентай адам, мен міндетті түрде сенің есіміңді табамын дейді. Ханшайым түнімен ойланады. Барлық жерге әскер жіберіп, қандай есімдер бар екенін білуге жібереді. Кешке құбыжық қайтып келеді. Қанекей, менің есімімді таптың ба дейді құбыжық. Иә, сенің есімің Гарри дейді. Жоқ, деп күледі құбыжық. Онда Мехиор дейді. Құбыжық күліп, жоқ, ол да емес дейді. Сөйтіп Ханшайым өзі білетін және әскерлері алып келген барлық есімдерді айтады, бірақ таба алмайды. Бүгінге жетеді, ертең кешке келемін, дайындал дейді. Ертеңіне Ханшайым әскерлерін көрші патшалыққа жібереді. Кешке тағы құбыжық келеді. Ханшайым тізілген аттардың барлығын айтады, бірақ тағы да таба алмайды. Ертең соңғы күн, ертең келемін деп кетеді. Ханшайым қайғыға батады. 3-ші күні әскер оған қызықты хабар алып келеді. Мен бүгін ешқандай жаңа есім таба алмадым, бірақ орманнан шығып үлкен тау шыңына шыққан едім. Ол жерде бір үйшік жанында от жанып тұратын еді. Отты айналып жасыл түсті құбыжық жүр екен. Ол қуанып, бүгін Ханшайымның баласын алып қоямын, ол менің атым Румпельштильцхен екен, таба алмайды деп ән салып жүр екен дейді. Ханшайым қатты қуанып кетеді. Ол мойнындағы әшекейді шешіп әскерге сыйлайды. Кешке қарай құбыжық келеді. Ханшайым, есімімді таптың ба дейді. Ханшайым, мүмкін сенің есімің Джек шығар? Жоқ, олай емес дейді құбыжық. Мүмкін Гаспар? Жоқ. Мүмкін есімің Румпельштильцхен шығар дейді. Құбыжық қорқып, мұны саған кім айтты деп ашуланады. Сол кез ол бірден жоқ болып кетеді. Содан соң Ханшайым, патша және баласы ұзақ бақытты өмір сүреді.